Баяғыда бір үлкен өгіз болыпты. Ол шілденің қатты ыстығында шөлдейді. Сөйтіп су ішуге көлге келеді. Су ішіп шөлі қанады. Содан кейін көлдің жағасында жайылып жүреді. Осы кезде оны көлдің ішіндегі күншіл бақа көреді. Ол өгізге қызығып кетеді. Сөйтіп көрісіне жүгіріп келіп, мен де мына өгіз сияқты үлкен боламын дейді. Қалайша, сенің денең кішкентай ғой. Оған қалай жетесің дейді. Қазір қарап тұр дейді, дедемін ішіне тартып, қарнын үрлей бастайды. Қарашы, өгіздей болдым ба дейді досына. Жоқ, сен әлі кішкентайсың дейді досы. Бақа тағы да үрленеді. Ал енді ше, енді өгізбен бірдеймін бе? Жоқ, әлі де өгіздей болған жоқсың дейді жолдасы тағы да. Сонда да күншіл бақа айтқаннан қайтпай, қайта-қайта үрленіп, әбден қиналады. Ол міндетті түрде өгіз сияқты боламын деп, қарнын одан сайын кереді. Осы сәтте қарны шыдамай жарылады. Бақа өліп қалады. Ал өгіз болса, ештеңеден хабарсыз, жайбарақат жайылып жүре береді. Өсиет. Күншілдік адамды күйретеді. Әлін білмеген әлек деген нақыл сөз осыдан қалған.